мүмкін. Жанашыр ұстаз YouTube арнасының көрермендері, бүгін біз сіздермен информатика сабағынан IT стартап және жарнама тақырыбын өтетін боламыз. IT стартап дегеніміз не? IT стартап жаңа технологиялық идеяларға негізделіп құрылған шағын немесе орта бизнес. Негізгі ерекшелігі тез масштабталатын өнім немесе сервис жасау, нарықтық сұранысты жылдам анықтау және де икемділік. Стартаптар әдетте инновацияға, экспериментке және гипотезаларға жылдам тексеруге бағытталған. Мысал ретінде суреттерде көріп тұрғандарыңыздай, әлемге әйгілі стартап жобалар көрсетіліп отыр. Бірінші ол бізде Instagram бастапқыда қарапайым фото бөлісу сервис ретінде шыққан, кейін миллиардтаған қолданушы жинады. Мысалы, Airbnb ол қонақжай үйлерді жалға беру идеясынан жаһандық платформаға айналып отыр. Мысалы, үшінші мысал ретінде ол бізде TikTok. Яғни қысқа видео форматы арқылы тез өсіп, жаһандық мәдени құбылысқа айналды. Стартаптың өмірлік циклі. Стартаптың типтік даму жолы идеядан прототипке, одан инвестор тарту мен нарыққа шығуға дейін созылады. Әр кезеңде шешілетін тапсырмалар мен қауіптер болады. Өнімнің жарамдылығы, команда үйлесімі, қаржыландыру және тұтынушы базасын құру. Көп стартап алғашқы 3 жылда тұрақты табыс ала алмайды, бірақ сәттілерде жоғары өсімге жетеді. Ең алдымен фокус қойылады, яғни ол нақты миссия мен мақсаттарды анықтайды. Келесі ол аналитика жасалады, яғни нарық пен бәсекелестерді зерттеу. Үшінші ол команда, яғни командада сапалы команда құру. Келесі гибкость, яғни икемділік, яғни икемді әрекет жоспарлары. Үшінші ол бізде тұрақты оқыту және дамыту болып табылады. Бұл диаграмма стартаптың 5 негізгі кезеңін көрсетеді және әр кезеңде басты міндеттерді айқындайды. Инфографика хабарды, ақпарат пен білімді графикалық тәсілдер арқылы ұсыну. Инфографикада деректерді жеткізу мақсатында кез келген мәтін мен графика үйлестіріліп беріледі. Инфографика ол мәтін мен суреттен тұратын күрделі сызбаларды, процестерді, идеяларды бейнелейтін өте қарапайым нұсқа. Оны белсенді қолданатын компаниялардың тәжірибесі көрсеткендей, контенттің басқа түрімен салыстырғанда әлеуметтік желілерде осы мазмұндағы материалдар жұртқа қызықтырақ болады. Ақпарат берудің мұндай форматы соңғы жылдары көп қолданылуда. Себебі инфографика күрделі деректерді, мәтін, суреттер және дизайн элементтерін бір бүтінге біріктіретін тиімді тәсіл. Инфографика өз ішінен салыстырмалы, яғни салыстыратын инфографика деп ең бірінші бөлігі ол бастапқы деректер қарапайым, бір типке тиесілі болған кезде біздің міндетіміз олардың арақатынасын көрнекі бейнелеу, өзара салыстыру. Салыстыру мен таңдауда деректер массивінің жиі жүргізілетін екі әрекет, сондықтан инфографиканың осы түрі көп тараған. Мұндай материалдарды оның минимализм мен ықшамдылығына қарамастан иллюстрациялық тұрғыдан өте әсерлі инфографикаға айналдыруға болады. Келесі инфографиканың түрі ол инфографика сценарийі. Бұл белгілі бір уақыт ішінде болатын қандайды бір процесс, әрекетті сипаттайтын инфографика. Мұндай инфографика ең басты қауіп суретте тек басты ұғымдарды, символдармен беру қиын сәттерді түсіндіру үшін мәтіннің үлкен блоктары пайда болуы мүмкін. Инфографиканың бұл түрінің мәні процесті визуалдау және оқиғаны мәтін абзацтарымен емес, оған балама түрде баяндау. Тұжырымдаманы өзгертуге, сөздерді символдарға ауыстыруға болады. Ең бастысы визуалдауға оңтайлы шешім таба білуде, кез келген контентті қайта өңдеу, бейнелеу мен пысықтау керектігін есте шығармау керек. Келесі инфографиканың түрі ол инфографика схема деп аталады. Бұл қандай да бір нәрсенің ішкі құрылымы, сипаттамалары мен ерекшелігі туралы баяндалған инфографика. Бір затты құрамдас бөліктерге бөлгенде, оның бөліктері көрсетіледі, бөлшектері зерттеледі. Бұл күрделі механизмнің схемасы немесе бір ұйымның ішкі құрылымы болуы мүмкін. Инфографика схемада, мысалы, өнімнің немесе қызметтің бағасы неден құралатындығы көрсетіледі. Коллаж. Инфографиканың көбінесе бір ортақ тақырыппен біріктірілген, бірақ деректерінің құрылымы мен типтері әртүрлі ақпараттың түрлі фрагменттерін жинау қажет болады. Бастапқы деректер көбінесе әртүрлі болуы мүмкін. Бір жерде кесте, бір жерде фактілер жиынтығы, бір жерде диаграммалар кездеседі. Осының бәрін бірге жинау қажет болады. Инфографика мұндай түрін салар алдында әртекті нысандарды ретке келтіру тәсілін табу керек. Мағыналық акцент беру.
Ең дұрысы оқырманның назарын аударып, мағыналық акценттерді қоюға тырысу керек. Деректерден ең маңызды, негізгісін іріктеу керек. Басқалары екінші деңгейлі, кейбіреулер аса маңызды емес, ал кейбіреулер мүлде алып тастауға болады. Екінші, ол графикалық акцентті қолдану. Мәтіндік ақпаратта ешқандай басымдылық жоқ екенін көрсетеді. Барлық деректер бір мәнді, бірақ барлық композицияны бір жерге жинайтын көп баламалы графикалық орталық бар отырады. Артықшылықтары: нағыз мысалдардан үйрену ең тиімді әдіс. Мысалға, Kaspi.kz сияқты компаниялар маркетинг пен жарнама арқылы кең аудиторияға жинап, брендке айналды. Choco Family және жергілікті жобалар әлеуметтік желілер арқылы жылдам танымалдыққа жетті. Бұл мысалдар стартаптардың дұрыс коммуникация мен креатив арқылы қалай өсетінін көрсетті. Ақпараттың қолайлы түрде берілуі. Қазіргі интернет қолданушылары бір беттегі ақпаратты басынан аяғына дейін оқып шығу қиын. Интернеттегі парақшамен танысушылар қысқа ғана уақыт ішінде мейлінше көп ақпарат алуға тырысады. Бренд танымалдылығы. Компанияның фирмалық стилінің элементтері болатын логотип, сайт, мекен-жай мен бренд атауынан тұратын инфографика жасау брендтің танымалдылығын арттыруға мүмкіндік беретін тәсіл. Вирустық әлеует. Белгілі бір контент түрі әлеуметтік желілерде бөлісуге ыңғайлы болып келеді. Инфографика материалдар осындай түріне жатады. Онымен мысалы Facebook, ВКонтакте, Twitter сияқты әлеуметтік желілерде бөлісу оңай деп есептеледі. Сараптауды көрсету. Бір қарағанда инфографика жасау оңай сияқты болып көрінеді. Іс жүзінде құру жұмысы ауқымды болып келеді. Алдымен көптеп ақпарат көлемін жинап, оны өңдейміз. Артығын алып тастаған соң, ақпаратты жақсылап құрылымдап, рәсімдеу керек. Қорыта келгенде, стартап табыс табу үшін құрылған жаңа қаржылық жоба. Кез келген стартаптың негізінде инновациялық идея немесе технология жатады. Стартапты қаржыландырудың бір жолы краудфандинг платформаларын қолдану. Мұндай платформалардың көмегімен әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдар өздеріне ұнайтын жобаны қаржыландыра алады. Стартайм Қазақстанда краудфандингтік платформа болып табылады. Стартапты алға жылжыту үшін мақсатты аудиторияға негізделген жарнама беру керек. Электронды почта маркетингі, арнайы сайттардағы жарияланымдар, оқытуға арналған бейнежазбалар, блогтар мен әлеуметтік желілер сияқты ақпараттық арналардың көмегімен стартапты алға жылжытуға болады. Стартапты таныстырудың тиімді тәсілдерінің бірі инфографика. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.